Сәлеметсіз бе, жас достар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Балғабек Қыдырбекұлы танымал жазушы. Әрине, бұл тақырып сіздерге таныс. Алдыңғы сабағымыз осы тақырыпқа арналған болатын. Бүгін жазушы туралы білімімізді ары қарай толықтыратын боламыз. Сабағымыздың мақсаты публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог, диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолдану. Ендеше сіздерді бүгін осы оқу мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған қызықты тапсырмалар күтеді. Ұстазым ұсынған тапсырмаларды орындау арқылы монолог, диалог құрау, сөйлеу этикеті формаларын дұрыс қолдана білу дағдыларыңызды жетілдіресіздер. Алдымен экранда берілген ақын жазушылардың Балғабек Қыдырбекұлы туралы айтқан пікірлеріне сүйене отырып ой толғаңыз. Алдыңғы сабақта алған біліміңізді қолданыңыз. Ұлым менің, ұрпағым, мақтанышым, сен туғансың жеріңді сақтау үшін, сен туғансың еліңді жақтау үшін, намысыңды, арыңды сатпау үшін. Әбділда Тәжібаевтың Қыдырбекұлына арнауынан үзінді. Балғабек Қыдырбекұлының тағы бір феномені 40 жылға жуық журналистік қызметінде табан аудармастан тек бір ұжымда социалистік Қазақстанның, Егемен Қазақстанның редакциясында жұмыс істеуі. Бәкең газетте ғана емес, күнделікті өмірде де кілең бір күрмеулі мәселелердің бел ортасында жүреді. Бәкең қолға алған шаруа оңынан келмепті дегенді естімеппіз. Нағыз наркескен ғой біздің Бәкең, десетін біз мақтанып. Бекболат Әдетов. Иә, екі пікірден де жазушыға деген құрмет, оның шығармашылығына, адами келбетіне берілген жоғары бағаны байқауға болады. Ардақ тұтар ағамыздың көптеген отты фельетондары, сықақ, әзіл-оспақ және этнографиялық әңгімелері кезінде талайды тезге салып, тәубесіне келтіргені айғақ. Олар шайтанның шатағы, шойынқұлақ, ешкімге айтпа, қарасандық, ұрының еншісі, ақпағылақ, ақымақтың миы болды. Оражан дос, маздалған шырақ секілді очерк жинақтары мен жетім бала поэмасы оқырман жұртшылыққа кеңінен таныс. Жетісу халқының өмірін жан-жақты көрсеткен туындылары, әсіресе Алатау романы, басқа да тарихи шығармалары қалың оқырманның көкейіндегіні дөп басып, жүректерге жол тапқаны мәлім. Ұлжан Пармашқызының «Сырбаз сөздің серкесі» атты мақаласынан үзіндіні тыңдауға ұсынамын. Сабағымыздың мақсаты публицистикалық мәтіндерге сүйене отырып, монолог, диалог құрау екенін тағы да естеріңізге сала кетейін. Сонымен құлақ салыңыз. Қасиетті қарт Алатау баурайында туып, құнарлы топырағынан нәр алып, асқарлы биік шыңдарына өре теңестіріп өскен қазақтың қадірлі перзенті Балғабек Қыдырбекұлы дарынды журналист, фельетоншы, жазушы, романшы болатын. Сөз өнерін жақсы игерген, әдет-ғұрып пен тарихтың көптеген сырларын терең білетін. Қазақтың ұмытыла бастаған көне сөздерін зерттеп, пайдалану арқылы ұлттық сөздік қорымызды дамытуға көп еңбек сіңірді. Халық өмірін терең білді. Бәкең ең әуелгі әдебиеттегі қадамын журналистік қызметтен бастап, мәдениетіміз бен әдебиетіміздің жанашыры болып, бүгінгі күннің шындығын көркем сөзбен келістіре кестеледі. Сатира саласында қалам тартқан өткір де өмірлік фельетондарының, сықақ әңгімелерінің мол дүрмегі бірінен соң бір дүниеге келіп жатты. Халқына әңгімелері арқылы терең ұлттық тұжырым айтатындай биікке көтерілсе де, осылардың қай-қайсысына болмасын, атын шығарып затын бұлдамаған жан. Өткір мінезді, өзгеге де, өзіне де талапшыл, ақын жанды, сезімтал, үлкен жүректі азамат туған әдебиеттің барлық жанрларында қалам тербеді. 40 жылдай уақыт табан аудармай, Егемен Қазақстан, бұрынғы социалистік Қазақстан газетінде еңбек етіп, қатардағы қызметкерден бас редакторға дейін өсті. Балғабек Қыдырбекұлы шын мәнінде мағыналы да мәнді өмір кешкен, сатиралық және халық тағдырын кемел толғайтын прозалық шығармаларын жарыққа шығарды. Жазушының «Қым-қиғаш жылдар» атты кітабы Санат баспасынан жарық көрді, бірақ оны өзі көре алмады. Әруағыңыз риза болсын, жақсаға. Ол кісінің қарымды қаламынан туған туындылар бүгінгі халық игілігі. Бірінші тапсырмада көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, диалогты толықтырыңыз. Диалог құрау барысында мәтін мазмұнына сүйеніңіз. Дескрипторды басшылыққа алыңыз.
Тапсырманы орындап болсақ, ықтимал жауаппен өз нұсқаңызды салыстырыңыз. Сенің ойыңша, Балғабек Қыдырбекұлы несімен танымал? Менің ойымша, ол жан-жақты талант иесі, дарынды журналист, фельетоншы, жазушы, романшы ретінде танылған. Еңбек жолын неден бастаған? Әдебиеттегі алғашқы қадамын журналистік қызметтен бастаған. Қалай ойлайсың, дарынды журналист болу үшін қандай болу керек екен? Балғабек аға сөз өнерін жақсы игерген, әдет-ғұрып пен тарихтың көптеген сырларын терең білген, мәдениетіміз бен әдебиетіміздің жанашыры болып, өмір шындығын көркем сөзбен кестелеген. Ал жазушы ретінде әдебиет саласында қандай еңбек сіңірген? Ол әдебиеттің барлық жанрларында қалам тербеген. Сен білесің бе, ол кісі 40 жыл бойы бір жерде жұмыс істепті. Иә, білемін, Егемен Қазақстан, бұрынғы социалистік Қазақстан газетінде. Дұрыс айтасың. Жазушының жарық көрген кітаптары, шығармалары бар ма? Сатиралық және халық тағдырын кемел толғайтын прозалық шығармалар жарық көрген. Солардың бірі «Қым-қиғаш жылдар» атты кітабы. Жауабыңа рахмет. Оқасы жоқ, саған да рахмет. Бұған дейінгі сабақтарда біз сіздермен осы мақсатқа негізделген тапсырмаларды орындадық. Сондықтан тапсырманы орындау қиындық тудырмады деп есептеймін. Егер ойдағыдай орындап шықсаңыз, сіздер үшін қуаныштымын. Оқушылар, енді сіздерге бүгінгі өмірмен байланыс жасату әрі монолог құрау дағдыңызды жетілдіре түсу мақсатында келесі тапсырманы ұсынбақшымын. Сіз жазушы Балғабек Қыдырбекұлының орнында болсаңыз, бүгінгі заманның қандай өзекті мәселесіне қалам тербер едіңіз? Осы сұрақ төңірегінде монолог құрап, бауырыңызға немесе ата-анаңызға айтып беріңіз. Тапсырманың дескрипторы: мәтінге сүйеніп монолог құрайсыз, өзекті мәселені көрсетесіз, сөз әдебі формаларын қолданасыз. Достар, Балғабек Қыдырбекұлының өмір жолы мен шығармашылығы бойынша 2 сабақ бойы өз білім қоржынымызды толықтырдық. Шын жалған кестесі арқылы алған білімімізді бекітейік. Жауабыңыз сәйкес келді ме? Тексерейік. Ақпарат: Балғабек Қыдырбекұлының алғашқы фельетондар жинағы «Ешкімге айтпа» деген атпен жарық көрген. Шын. Оның «Алатау» деген әңгімесі Қазақстан темір жол тақырыбына арналған. Жалған. Өйткені бұл тақырыпқа арналған әңгімесі «Темір жолшы» деп аталады. Журналист ретінде социалистік Қазақстан газетінде 30 жыл қызмет атқарған. Жалған ақпарат. Өйткені бұл газетте 40 жыл қызмет атқарған екен. Жазушы еңбек қызыл ту, халықтар достығы ордендермен марапатталған. Иә, шын ақпарат. Қаламгер соңғы рет Самат баспасының «Қым-қиғаш жылдар» атты кітабын бастырып шығарды. Бұл жалған ақпарат. Өйткені жазушы бұл кітабының шыққанын көре алған жоқ. Ол ұлт тарихындағы ірі тұлғалардың бейнесін шебер сомдады. Иә, шын ақпарат. Барлығыңыздың да жауаптарыңыз дұрыс сәйкес келді деп есептеймін. Сонымен оқушылар, Балғабек Қыдырбекұлы танымал жазушы тақырыбына арналған 2 сабағымызды қорытындылай келе, мына мәліметтерді естеріңізде сақтауға ұсынамын. Танымал жазушы Балғабек Қыдырбекұлы әңгіме, сықақ жанрларында көптеген шығарма жазды. Оның «Темір жолшы», «Жалғыз жолбарыс өлімі» және тағы басқа әңгімелерінде қазақ даласындағы сан түрлі оқиғалар суреттелді. Қаламгер замандастар бейнесін шебер сомдады. Еңбектері бірнеше рет жинақ болып шықты. Сабақ басындағы оқу мақсаттарына қол жеткізуде қаншалықты жұмыстандыңыз? Өз әрекетіңізге баға беріңіз. Бағалауда шыншыл болыңыз. Дескриптор: ақын жазушылар пікіріне сүйеніп ой толғадым. Мәтін негізінде диалогты толықтырдым. Диалогте сөйлеу этикеті формаларын қолдандым. Мәтінге сүйеніп монолог құрадым. Өзекті мәселені көрсете алдым. Бүгінгі сабақтың мақсатына бағытталған осы тектес тапсырмаларды бұған дейін де орындап жүрсіздер. Сондықтан көрсетілген дескриптордың барлығында әрқайсыңыз толық сәтті орындап шықтыңыз деген менде сенім бар. Оқушылар, сіздердің сабақ бойынша кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпаратыңыз, бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспектіңіз, бүгінгі сабақта ұнаған 1 іс әрекетіңіз.
Оқушылар, өзіндік жұмыс тапсырмасын жазып алайық. Келесі сабақта жазушының теміржолшы әңгімесімен танысатын боламыз. Соған орай Қазақстанның алғашқы теміржол тарихы туралы публицистикалық мәтіндерді түрлі дереккөздерден оқып, танысып келіңіз. Бүгінгі сабақта менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.